Армысыздар, құрметті әріптестер және оқушылар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бекіткен оқуға құштар мектеп жобасының аясында осы бір іс-шараны назарларыңызға ұсынып отырмыз. Болашақ жастардың қолында десек, сол жастардың тілін байыту, танымын кеңейту бүгіннен бастау алмақ. Қарашайлақ. Байқоңыр Қарашайлағы Қызылорда облысында орналасқан. Қарашайлақ 1955 жылы салынды. Байқоңыр Қарашайлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1953 жылы Байқоңырдан ағылшы зымыран ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Абай Құнанбайұлы, ұлы ақын, дара тұлға, Абайдың өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Абай Құнанбаев. Бала кезден бірге арманым еді, ғарышкер болу бала кезден бірге арманым. Мынадай бірі оқиғаны айтып берген. Бірде біз әкем екеуміз шоп шабуға бардық. Шоптың үстінде жұлдыздарды тамашалап жаттық. Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды как жарып ұшып өтті. Маған оның не екені қызықты болды. Сөйтіп әкемнен сұрадым. Ол маған зымыран туралы айтып берді. Сол сәттен бастап менің жұлдыздарға ғарышқа қызығушылығым оянды. Осылайша мен ғарыш әлеміне кірдім. Мен ұлы адамдар туралы кітап оқыдым. Дина Нұрпейісова, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Бауыржан Момышұлы, Ыбырай Алтынсарин, Әбілхан Қастеев туралы білдім. Дина Нұрпейісованың күйлерін тыңдадым. Шоқан Уәлиханов салған суреттерді көрдім. Ол суретті өте жақсы салған. Абай Құнанбайұлының өлеңдерін оқыдым. Ініммен бірге Ыбырай Алтынсарин шығармалары бойынша түсірілген мультфильмдерді көрдім. Әбілхан Қастеевтің суреттері әдемі екен.